Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Тұлға арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымызды бастамас бұрын біздің арнамызға міндетті түрде жазылып, қоңырауды басып қояйық. Колчак түрмесінде отырғанда Сәкен екі жолдасымен бірге қашуды жоспарлайды. Бірақ екі досы сүзекпен ауырып қалады. Содан амалсыз жалғыз өзіне қашуға тура келеді. Ол кезде Колчак түрмесінен қашып шығу қиын болады. Ондай әрекеттер өте сирек кездесті. Сәкен Сейфуллиннің айтуы бойынша, лагерде қазақ пен орыс тіліндегі газеттер бар, карта ойнайды, әрі қолдан даярланған дойбының қызығына түседі. Көркем өнерпаздар да табылды, кешке ән шырқайды. Тұтқындардың саны 1,5-дай, тұтастай интернационал, мажарлар, орыстар, қазақтар, немістер, татарлар. Лагерде чехословактар күзетті. Түрмеде дұрыс тамақ болған жоқ, кейбір тұтқындар қаңғыбас иттерді жеді. Қамауда отырғандарды қар тазалауға шығарып тұрды. Осыны пайдаланған Сәкен Сейфуллин күл-қоқысқа толы шанаға тығылып, қашып кетеді. Жолдастарым мені мұз араласқан лай қармен жауып тастады, үстінен тақтай лақтырды. Оған отырған адам кеттік деді. Шана жүре жөнелді. Менің мойнымды, иығымды, бар денемді енді тіптен ауыртпалық басты. Ол мені шанжып барады. Демалу қиындай түсті. Дегенмен мен шыдадым. Лагердің алып есіктері сықылай ашылды. Шана еркіндікке шықты, деп еске алды Сәкен Сейфуллин. Осылайша Сәкен Сейфуллин түрмеден қашып, алдымен Омбыда жолдастарының үйінде жасырынады. Бірақ көп ұзамай 900-ге жуық шақырымды жаяу жүріп, еліне жетеді. Ол жерде тұрақтай алмайды. Содан бетпақ даланы кесіп өтіп, Жетісудағы кеңес органдарына көмектеседі. Сәкен Сейфуллин түрмеде отырған кезінде күтуге шыдамы жетпеген зайыбы Рахима басқа адамға тұрмысқа шығып кеткен болады. Осымен біздің шығарылымыз аяғына келіп жетті. Келесі шығарылымдарды жіберіп алмас үшін міндетті түрде біздің арнамызға жазылып, қоңырауды басып қояйық.